Байбаламшыл шалдардың жылқыны өзендегі жиылмаған күпәнаға жіберіп алмай, мықтап күзетіңдер деген байбаламын естісімен-ақ, жоқ сұрау сылтауымен өздеріне таныс, көздеріне ыстық көрінетін үйдерге түсіп, бір тостаған қымыз ішіп, бір ишара білдіріп қайтатын естерін алады. Соң көп тұрмай, жасаурап барып тоқтаған бозбалылардың ішіне ойынның туы, қызықтың гүлі, ақтастың уанғаны шығып, домбырасын қағып жіберіп, я Біржанның, я Ақан серінің әндерінен бастап, ең соңында өзінің сағынба қалқам сағынба, Молдекен келдау бабында дейтін әнімен тоқтатады. Сонан соң бәрі қолқалай отырып, Махмұттың өзі шығарған «Әттең Алтай көк жасаң» дейтін әнін және Қаратау қазақтарының әндерінен айтқызады. Осы дұрдумен келе жатқан топ тігілген үйге келіп түсті де, әрине кейін тай сойған деп аталуға тиісті осы бастаудың басында биғажыға арналған көк қасқа тайға бата қылғызды. Сөйтіп бір міндетті орындап барып, қайта жадырап, қайта жалғасты. Мұндайда сөздің басы бұдан бұрын өткен, осындай той мерекелермен салыстырудан басталатыны белгілі. Осындай салыстырудың бір кезегінде, «Сүбханалла, бүгінгі мереке» деді разы қоштығын жасырмай, асыра сөйлеуді ұнататын Чиқымбайдың Жайырбайы. Баяғыда биғажыдан келе жатыр дегенде, дуаннан алдына шығып едік. Ысқақтың астында жылқышының үйінің қарабас аты, менің астымда боғыңды жейін 80 байдың қызыл қасқаты. Кіренеттен ерте шыққан кісі жеттік-ау, қазан қайнап тұрғанда жайсанға. Бүгінгі қуанышымыз сондағы шүйіншілі тойдан кем болды ма? Жәкау, сондағы қарабасат пен қызыл қасқаттай қызын қырап алған жоқсыз ба? Деді Алмабай дейтін қуышкеш біреу. Әй Алмабай, Байғараның бүгінгі қуанышы жақпаса, қолынан соқыр тиын шықпайтын саған жақпайды. Басқаларымыз төбеміз көкке жеткендей болып отырмыз деп, Жәкең тоқпақтай сұлу мұртын сылап жіберді. Жайырбайдың бұлайша көпірі сөйлеуінің де жөні бар еді. Оның әкесі Сыйқымбай, биғажының ұлы шешесі Ханымай бәйбішенің немерелес бауыры. Баяғыда Қызай елі атамекенінен ауа көшкен бір заманда, Сыйқымбай да Қызайлармен бірге көшіп шығып, Қызайлар барлықтан ілеге қарай тартқанда, Сыйқымбай Жайыр тауына қарай тартыпты. Жайырды мекендеп қалған жерінен биғажы осын ағашысын адам жіберіп көшіртіп алған. Жәкеңнің Жайырбай аталуы сол Жайыр тауында туғандықтан болатын. Содан бері Жайырбай да, оның ағасы Сексенбай да, осы ауылдың сыйлы да ерке қонағы. Маңдайына ешкім қақпайды. Ол осындай үлкен таудың ығында отырғанда, жаңағы Алмабайды басын көтір алмастай етіп алу үшін, биғажыны көкөкте тосып отырсақ та, ертең ауылға баратын еді ғой. Сұхбаналла, бізді мұнда келіп, тай сойғызып отырғанда, Мекеге барып келе жатпаса да, Жеті әулиеге барып келгендей қылып отырғанда, биғажының салауаты. Қайсы керей үшін күндік жолаушысын үй тігіп қарсы алыпты деп, иығын көтеріп қойды. Үлкендердің әңгімесінен ауашаланғысы келген Махмұт пен Сақи, ұлы таудан құлап түскен дөң басындағы қой тастардың арасына барған. Бала кездеріндегі талай ойнаған жамбы тас әлі сол орында екен. Бесік жамбыға ұқсап кететін шөккен нардай сұр тастың арқасындағы науаланған қуысқа жаңбырдан тоқтап қалатын мөлмөңнің орны да сол қалпында. Екеуі бала кезіндегіше жамбы тастың ығына келіп отырды. Сақи, мынау не деген көрікті жаралған жерлер, деді Махмұт Сақиға.
Артымызда алып тау, алдымызда көсілген дала. Әне көз ұшында ирелеңдеп ертіс ақса, оған қосылуға буыршын асығады. Қалың ну орманның арасында қос өзеннің қосылғаны бір жаннат емес пе? Әй Махмұт, туған жерді әбден сағынған екенсің-ау. Оны айтып қайтесің. Менің әлгі Мысыр шәһәр әркімнің өз елінде деп жазып жүргенімде сондықтан ғой. Адамға туған топырақ бәрінен де ыстық болады екен. Ояуда көз алдыңнан кетпесе, ұйқыда түсіңнен шықпайды. Қай жерге барсаң да, өзіміздің Алтайдан салтанаты қандай деп салыстырып қоя бересің. Сонда сенің ерен қабырғаң біздің Алтайдан қандай екен? Өліңгір мен қанас сияқты айдың көлі жоқ. Өзендерінің басы тұнық, аяғы лай. Суында балық, тауында самырсыннан басқа қарағайы жоқ. Етінің дәмі кем, бір марқасына бір кісі әзер тояр, салтанаты тапшы жер екен. Адамдарының ақлағы тәрбиесіші. Төрт бимен төресі жоқ, елінің іргелік тарихы қысқа. Көргені бізден көрі аздау болса керек. Көргені бізден аз дегенге дауым бар, Махмұт, деп қызынды Сақи. Сен ала келген Абайдың қол жазба күйінде тараған өлеңдерінің көшіріп алынды деген әлгі кітап не деген асыл қазына? Оған дау айтар қазақ баласының болмайтын рас. Бірақ сол көшірменің менің қолыма қалай тиген тарихын естіп пе едің? Иә, сол қызыңды айтшы. Тамам адам жиналып отырған бір мәжілісте Абайдың әлгі өлеңдері оқылыпты. Отырғандардың бәрі де жазсаң өстіп жаз, қанша дегенмен сары алтынның сынығы емес пе деп тамсана емініпті. Болыс болдым мінекей деген өлең оқылғанда біреулері ерінін шығарып, біреулері мұрнын шүйіріпті. Қарағайдан жартығап ұрыспай берсе, ода қылған жалшыға үлкен сый деген жерге келгенде бір көксақал, «Па, Абайды тәурақ қыртқан екен» деп қисая кеткенде, әлгі атышулы кәрібай, «Сендерге керегі жоқ болса, маған керегі бар» деп кітапты оқып отырған кісінің қолынан қағып алыпты да, үйден шығып жүре беріпті. Кітаптың менің қолыма келу жолы осы. Ал Абайдың кітабын байыздатпаған елдің бағасын енді өзің бере бер. Сонда Абай өлеңдерінің кейбір нұсқалары біздің Алтайда да ауызша айтылып жүреді ғой. Біз ерен қабырғадан бұрын неге көшіріп алмағанбыз? Босамай жатқан қолды көрмеп едің? Қайткенмен бізден бұрын шөп шыққан жер деген әне сол ерен қабырға. Ей Сақи, біздің өрісімізге әлі шөп шықпады деп есептейсің бе? Шығып еді десең, дәлеліңді келтірші, деді Сақи. Махмұт жұлып алғандай: Ей Алтай, тұлғаң тұтас, кеудең шалқақ, көз жетпей мұнартады бастақ қалпақ. Кең сарай көкірегің алаш сияр, балағың қызыл гүлдей алдың жалпақ. Бабалар бес қаруын түгел байлап, бойында кекке біткен қаны ойнап. Жарасып тентек мінез баурайыңа, қойды қойшы қозыны ұлан айдап деген өлеңді біздің әз ағамыз жазғалы қашан. Ал оныңа да жығылдық, басқасын айт. Сарыарқа мекен жайым есіл нұра, білмесең жер намысым меннен сұра. Міне бұған неңді айтасың? Сақи сақылдап күліп алып: Ей Махмұт, Сарыарқаның біздің Алтайда несі бар? Мынауың әкемнің өлең емес пе? Болса қайтушы еді. Сенің әкеңді алтайлық емес, Өміртайдың туған інісі емес деп кім айтады дегенде Сақи: Хай қусын ғой Махмұт, жығылар жерге келгенде қармайтын талды таба қоясың деп босай берді. Ол Махмұттың келтірген дәлелін қостарын да, қарсы да айтарын да біле алмай тұрып қалып: Болды, жаңағы келтірген дәлеліңнің екеуін де мақұл санайын.
мені одан көрі толық сендіру үшін, енді өз жаныңнан шыққан бір жаңа туындыны көрсетуің керек, деп тұрып алды. Бұл екеуі қашан, қай жерде кезіксе де, құлын тайдай айқаса қалып, аяғында біріне бірі осындай салмақ салатын, сөйтіп ақырында нәтижесін бірігіп шығарумен барып тынатын. Жарайды, кәне не жайында болсын, және қаншалық уақыт бересің? Махмұт екенің рас болса, сүт пісірімға жібермессің. Сөз қазығы тақ қазіргі мезгіл күз жайында болады. Ал ендеше кеттік. Таста қорықтық тасыңды саптаяққа деп, Махмұт қағаз қарындашын қолын алды. Аз аялдан кейін Сақи: күн салқын, түн суық, мұздаған топырақ, жақындап күз жуық, қураған жапырақ, теп-тегіс қара жер, боз қырау жамылып, жайлаудан көшті ел, қыстауын сағынып. Сұлудың сымбаты, қол беті жарылып, семіздің қымбаты, бар майдан арылып деген жолдарды оқып шықты. Көзі күлміңдеп көп таңырқады. Қайта-қайта оқып, кемітер жер табалмай, жеңер ақынға болса да, біз қазір күздің өзінде жасап отырсақ, жақындап күз жуығың не? Мұны ойлау жүйесіне қайтып сыйғыза аласың. Дұрыс екен, онда жақындап қыс жуық болсын. Ал одан басқа, екінші айтарым, бар майдан арылып дейсің. Айтып отырғаның күз болса, май жамайтын шақ па, майдан арылатын шақ па? Көзіңе күзеубайдың жаздай жайлаған құлағунаны елестеп кетті ме? Махмұт бұл таласқа дау сайлай бергенде, дүбірлетіп біреу жетті де, ол келе салып: бағанадан сендерді іздеп қызыл танау болып жүрсек, осы жерде екенсіңдер ғой. Қажы шақырып жатыр, қане жүріңдер тез деп асықтырды. Ат әмірі, Махмұттар лажсыз орындарынан қозғалды. Келсе, үлкен үйдің іші толған кісі екен. Көбі байғараның ақсақал, көк сақалдары. Оның ішінде ерекше ілтипат пен сый көрсетіліп отырғандар. Баяғыда төрт биді сайлап болғаннан кейін Керей атынан бата берген әйгілі Шау жыраудың ұрқы, Керейдің жұқа сарысы атанып кеткен дәулетші тәйжі көрінеді. Одан кейінгісі Махмұттың қайын жұрттар екен. Махмұттың қайыны Шалекең ауылдары делінетін 3-4 ауылдың сабағына жететін татарлар шоғыры болатын өз заманында әлде Уфа, әлде Орал тарапынан сауда бабымен шетке шығып кеткен Ғали дейтін кісі кейін Байғара ішіне келіп тұрақтап қалған. Басында Байбатша көпес атымен даңық шығарған осы адам кейін Өміртаймен бірге қажыға барып, Байғараның 7 қажысының бірі болған. Осы Ғали қажыға қара тартып келген татарлар қазір Байғараның бір ұрпақ есебінде Шалақазақтар деген есімінен өзгеріп, Шалекең ауыл деп аталады. Қазір сыпайы болып төрде отырған Сүлеймен сол Ғали қажының мұрагері. Махмұт соның бет біткенінің сұлуы Кәмен дейтін қызын алып отыр. Шалекең ауылының енді біреуі әлгі Арзан Насыбайдың иесі Қабиболла Әбзидің өрен жарандары. Тағы біреуі Тасқұлақ татар атанған Бәшер тұқымы. Үшкір молла Сары Ноғай дейтін лақам аттарға ие толып жатқан татарлар бар. Айта берсең, солардың біреуі Биғажының өзіне қайната болып келетін жері бар. Бұлар Байғарамен қыз алып қыз беріп кеткен, шеттерінен діндар, етітірі пысық жандар. Біріне-бірінің иіссінген ескі дос-жарлар болғанымен қоймай, жаңа құда және арал болып отырған бұлар сыйлы болмай, кім сыйлы болады? Алмабай сияқтыларды ықтатып алған сұлу мұрт Жайырбай тәпті екіленіп алыпты. Өміртай да, Махмұт та маған жиен, оларға Қанымай апайымыз арқылы
Ақ Найманның, оның ішінде әлгі Қарабас руының қаны ауысқан. Шегетай бидің айтқаны секілді ылғи жатынына тартқан мықтылар деп желпінетін сияқты. Жайырбай үшін осы ардақты Ақ Найманның буы үй ішіне толып болып, оңды солды шайқап отырған екен. Бағанадан бері уанған бастаған өнерпаз жастарға ән айтқызып, домбыра шерттіріп, енді кезек Ғалиасқарға ауысыпты. Ғалиасқар Жайырбайдың ағасы 80 байдың ұлы. Әрі домбырашы, әрі әнші және жанынан шығарып айтатын ақын. Оның үстіне бір естігенін екі айландырмай қағып әкететін, ойда сақтағыш қисагер. Жиеншары ана оқымысты Махмұт болса, баласы мынау Ғалиасқар болса, Жайырбайдың жалпағынан баспайтын несі қалды? Махмұт пен Сақиды іздеткен осы Жәкең ұқсайды. Екеуіне кіріп келген жерден: «Екеулерің қайда қашып жүрсіңдер ей? Мына жұрт енді сендердің өнерлеріңді көрмекші. Махмұт, әлгі қомша қызымен қалай шайқасқаныңды айтып берші. Қажының өзі ет құлағымен бір естіп қалсын» деп тақымдады. Бұл қайната қайнағалар отырған жерде Махмұтқа өте ыңғайсыз тиіп еді. Осын сезген Сақи: «Әттең аталар-ай, Махмұтты буынсыз жерде қинадыңыздар-ау» деп қалып еді. Биғажы ауызда қалған бір аңызды көлденең тартып Махмұтты көтермелегісі келді. «Баяғыда, — деді Өміртай, — билердің алдында жығынды болуға таяған бір жігітке бейсенбі төрде шалқалап жатып, бір күй шертіпті ғой. Сонда домбыраның тілін ұға қойған жігіт даудың бетін қайта түзеп, өзін-өзі ақтап кеткен екен. Осал жігіт болса жығылады, жырынды жігіт өзіне-өзі арашашы болады» деп еді. Сөздің бетін тағы Сақи түзеп жіберді. «Шын естігілеріңіз келетін сол қомша қыз жайлы сөз болатын болса, ана Ғалиасқардың аузынан естісек те болатын шығар. Даугер Жайырбай мен Сақи болса, қағушы мен болып билік айтайын» деп Дәулетші Тайжы сөз қараласты. Еш нәрседен жүрегі шайлығып көрмеген Жәнібек батыр қайынына барып, оң жақта күйеу болып отырғанда, есікте тұрғандар: «Әне үлкендер келе жатыр» дегенде, Жәнекең селк ете түсіпті ғой. Жәнекеңнің жүрегін ұшырған қайын жұрттың салмағы жеңіл салмақ емес. Әдеп тұрған жерде иман тұрады. Махмұт әдепке құрмет етсін, Махмұт айтатын сөзді Ғалиасқар айтып өтсін» деді. Жұрт Жұқасарының билігіне тоқтады да, Ғалиасқар қомша қызы Бәтіш пен Махмұттың шайқасын бастап кетті. Шәріпқан бастаған Алтай оқушылары Қаратауда демалыста жүргенде, сүйегі жәдік Кәрбай дейтін бір пысық жігіт Махмұтты жағалап жүріп, бір күні Махмұтқа осы Қаратауда ұруы ителі қомша деген адамның Бәтіш дейтін қызымен қағаз жүзінде өлеңмен қағысып қалған жайтым бар еді. Қыздың сөзі ұтымды болып, менің аузымды аштырмай жүр. Осыған сен бір өткір жауап жазып берсең деп қол қалап қоймайды. Махмұт: «Менің атымды атасаң, іс насырға шабады. Осыған уәде етсең, бір-екі ауыз бірдеме жазып берейін» дейді. Кәрібай қайта-қайта сенім беріп қоймаған соң, Махмұт Кәрібайдың сөзі қылып, қызға мынаны жазыпты деп Ғалиасқар домбыраға қосылып сырғыта жөнелді. Кәрібайдан ақын қызға дұғай сәлем. Көреді талай істі ғарып адам. Жазылып сіздің жақтан бір қат келді. Аяма мұнан ары келсе шамаң. Әкеңдей бір кісіге кез болыпсың, болып па мал баққаным содан жаман. Маңдайда жоқ таңдайда гейгайың бар,
қылмайсың арсыздықпен оны дарман деп бастаған Ғалиасқар Кәрібай сөзінің аяғынан шығып барып тоқтады. Қағазды алған Бәтіш, дейді Ғалиасқар. Мынау Кәрібайдың сөз саптауын ұқсамайды. Дәуде болса, хатшы болып отырған біреу бар деп, хаттың сарызіне шөп салып жүріп, ақыры шындығын тауып шығып, Махмұтқа бұлай деп жазыпты. Мұхтарам хат жазайын Махмұтке, атаңнан ұлық болған қара көкке. Сөзіне Кәрібайдың сөз айтамын, ақсүйек ұлық едің, айып етпе. Шын дегдар жет атаңнан ұлық едің, Алтайда Ақбастаудан тұнық едің. Керейдің Ғалия басы қолыңызда, мүлайым өзге жұрттан сынық едің. Хатшы боп Кәрібайға жаздың қатты, орынды ұлық едің инабатты. Алдыңда сөз тексерер ұлық сөз ғой, Кәрібай қасыңызда не деп шатты. Екі күн қасыңызда бірге болып, анық бақ қонғандаяқ болып қапты. Бағымды аузын алып маған тиісіп, өзінің өлер жерін байқамапты. Сөзімді Кәрібайға қор қылмаймын, айтсам өзіңізбен зор талапты. Сізді де мақтап жүрген жан көрмедім, деп жүр ғой, шеріктерін нанға сатты. Нүкешбай бастығы боп бәрі айтты, арманын толып жатқан қатты. Айырды 4 жыл болған қатынымды, Найманнан алды дағы қоңыратты. Қонағасы деп берген 200 сәрі, айтылмай ұмытылып ода қапты. Және де айтып кетті кеше маған, далайдан көк жорғаны тартып апты. Бүкестің құнын алып беремін деп, шөбектен қара жорға қоса қақты. Қытайдың бір жорғасы жоғалды деп, 4 жылқы далабайға пәле сапты. Шынжырлап ноқта салып байлап қойып, кесім қып 300 лаң айыптатты. Деп жүр ғой, соның бәрі пара жейді, түбінде тура жүрсең пәлі дейді. Жерінен елдің күткен шыға алмасаң, дегенің тәуір жігіт кәні дейді. Білемін жуан ауыл атаң жәдік, болыпсың қатты мінез туа салып. Ел болдың ителінің себебімен, түйеге қом қылған соң тауып алып. Еді деп анық керей кім айтады, емессің көп болғанмен бізден анық. Қайдан туып қалғаның белгісіз ақ, жалғанда кет алмайсың бұдан танып. Арғы затым ителі әкем қомша, бір ағам тәуір жүгіт Ғабдығалық. Сіз дағы бұған жауап қайтарарсыз, қағаз бен қаламыңды қолың алып. Ғалиасқар Бәтіш сөзін тамамдай бергенде, шыдай алмаған дәулетші тәйжі: «Хап, мына сайқал етегімізді басқа бірақ тұрдау» деп санын соғып қалды. Үйде отырғандардың бәрі сырттай қызықтап күлгенімен, іштей Бәтішті атарға оғы болмай сыздап қалып еді. Егер ашуланшақ сағи: «Қорлығын-ай, әкеңнің аузы, чыжың байталдың» деп бұл шеткізіп кіжініп шыға келмесе, жұрт осыған доу күліп жадырамаса, талай шапанның жауырыны тырс ете түсірмеді, қайтер еді. Осының бәрін бағып отырған сабылдық: «Сап, қол жинап қомшаның ауылына аттанардай болғандарың не? Махмұт бірдеме деген шығар, соны тыңдап алайықшы» деді. «Иә, соны естейік». Ғалиасқар Махмұттың жауап хатын бастап кетті. «Оқыдым ақын Бәтіш хатыңды алып, сөйлепсің дуасыз жақ отын қанып. Тарссаң жөн садағыңның адырнасын, межеңді қадар жерді тура танып. Қалқамау сау секілді емес педің, болған ба содан кейін мида шалық. Біреуді бұл күйіңмен арандарсың, түбінде жазылмасаң барып. Көзіңі басқа біреу елестей ме, отырсың әлде мені кім деп танып. Ұяда темір қанат балапанмын, талпынып
ұшсам деймін қанат қағып. Біле бер, атам жәдік жерім Алтай, мейірбан әкем аты гүң өміртай. Қылыш пен Әбілмәжін екі ағам бар, Алашқа аты мәшһүр Абылайдай. Махмұт менің атым талапкермін, ұғып ал бұл сөзімді қата қылмай. Жоқ еді еш залалым сіздің елге, жайылғыз көрінесің маған жаудай. Болғам жоқ кесім кесер әзір ұлық, әуелі алғаның жөн мұны біліп. Жатырмыз Үрімжіде шақаң бастап, ғылымның бұлағына суарылып. Тіліңмен сұр жыландай су маңдайсың, әрнені артып маған жала қылып. Тіршілік қатынасы алым берім, ағайын арасында бар заңдылық. Керейдің өзің айтқан ғалия басы, мейірбан көпке бірдей ықыласы. Халқына қадірменді сол бабамның, бұл маған қасиетті тәрбиесі. Қандай сөз хатыңдағы мүлайым деп, тудың деп қатты мінез жалт бұрылған. Япырмай жан екенсің екі жүзді, күніне жүзі күймей жүз құбылған. Кәрібайғайт айтарыңды қыңсылама, жаламен пак жанымды шымшылама. Бар менің расында қаталдығым, сайқалға, озбырларға жымсымаға. Жазыпсың өз жағыңды қатты мақтап, онымен көрінбейсің бәрің атпақ. Әз қуып бір бейуаз мал жоқтаса, қуыпты ағаларың ұрып боқтап. Болғанмен тілі басқа олдақ адам, Далабай атты ұрлаған сенің ағаң. Пәлемес батыр айғақ балуан куә, болған соң Жамбылға кеп атын алған. Ашылып қалған екен беттің ары, болмаяқ тап берерсің әрі-сәрі. Жұқпайды аққа қара шаптағанмен, өлшейтін тәңір алды тас таразы. Өзге жаман өзім деп күпеймеңіз, жақсы іспен жаман іске қалық қазы. Өзге қадыл ғажың не қылмады, бір жақсың еліңдегі жапар ғажы. Айыпты жанды іздесең ауылыңда, бәтіш жан барыспайық бұдан ары. Өзген ғой қарай жүр өз басыңа, сойдыйған сорақсың шығар әлі. Осымен тоқтатайын сөзді жинай, хатына жауап жаздым ішке сыймай. Япырмау жігіттері қандай екен, болғанда ителінің қызы мұндай. Ғалиасқар Махмұттың жауап осы екен деп алдындағы қамызын жұтты. Ал, терілерің кеңіп қалды ма деді Сабылдық. Біздің ауылдың терісі кеңейтін жерге әлі жеткеміз жоқ деді Сақи. Ал, соны айтып жібер деп шулады қабығанғандай болған көпшілік. Өстіп, Мақаң мен Бәтіш біріне бірі тісін қайрап жүргенде, екеу күтпеген жерден қыз әкесінің үйінде кездесіп қалыпты, деп домбырасының құлағын қайта бұрады Ғалиасқар. Бәтіш Мақаңды көрген жерде, келдің бе аман есен шаш қойғаным, Қытайға құдай тұрып бас қойғаным, жүйрігат қырам бүркіт бәрін алып, тырнақтай дүниеге тас қоймадың деп іліп әкетіпті. Бұлай дейтіні, Мақаң бір кезде ескі мұраны көп сақтайтын белгілі бір шаңырақтан мөр ойғызайын деп едім деп, асықтай қастасын сұратып алған екен. Бәтіш осыны бір кезек келер деп үнемі көңіліні бүгіп жүреді екен. Сол күткен орай аяқ астынан туыла қалған соң, Бәтіштің ойында жүргені шығып кетіпті. Мақаң мәтқапыда сасқалақтап қалса да, Кәрібайдың айттырған жері бар, Бәтіштің кімнен